Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану жобасы бойынша Сарысу ауданына ашылуды ұсынады. Сарысу ауданы Жамбыл облысының батысындағы әкімшілік бөлініс. Жер аумағы 31,3 мың км квадрат. Аудан орталығы Жаңатас қаласы. Сарысу ауданы 1928 жылы 3 қыркүйекте Қазақ АКСР халық комиссарлар кеңесінің Қазақстанда көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы аудандарды белгілеу туралы қаулысына сәйкес құрылған. Осы қаулыға сәйкес Сарысу ауданы Қызылқұм, Созақ, Шу аудандарымен бірге Сырдария округіне қарады. Ауданның әлеуметтік-мәдени саласы жылдан жылға жақсарды. Мектептер, мәдени үйлер көбейді. Қазақстанның егемендік алуымен, тәуелсіздікке қол жеткізуімен бірге аудан тарихының жаңа парақтары ашылды. Қоғам дамуының осы бір күрделі кезеңінде тәуелсіздіктің, егемендіктің, дербес дамудың дәмі қанша тәтті болғанмен де, осы сара жолға түсудің халық үшін қиындығы мен шырғалаңы аз болған жоқ. 1997 жылы Сарысу ауданы мен Жаңатас қаласы біріктіріліп, аудан орталығы Жаңатас қаласы болып белгіленді. Бүгінгі таңда ауданда 6 өндірістік кооператив, 1 акционерлік қоғам, 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, 714 шаруа қожалықтары бар. Соңғы кезде мал тұқымын асылдандыру да қолға алынуда. Ауданда 1 Жаңатас мемлекеттік көпсалалы колледжі, 2 кәсіптік техникалық лицей, 28 жалпы білім беретін мектеп, 1 интернат, 1 кешкі орта мектеп, 1 мектеп аралық оқу өндірістік комбинат, 3 балалар мектебі, 3 балалар саз мектебі, 4 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, 1 балалар жасөспірімдер орталығы, 7 балабақша және 6 аула клубтары өскелең жас ұрпақ шәкірттерге білім, өнер және дене тәрбиесі салалары бойынша дәрістер берумен айналысады. Аудан аумағында қазіргі таңда 2 мәдениет үйі, 19 ауылдық клуб, 26 кітапхана, 1 жылжымалы автоклуб халыққа мәдени, рухани тұрғыда қызмет көрсетуде. Олардың ішінде халықтық атағы бар 4 мәдени ұжым бар, 26 елді мекен, 1 қалалық әкімдігі мен 9 ауылдық округке біріктірілген.